Астана, Алматы, Шымкент қалалық әкімдіктері көшедегі қаңғыбас иттер мен мысықтарды өлтіруге байланысты тендер жариялады. Сіздіңше жануарларды эвтаназиялық әдіспен жою дұрыс па? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, ал мен толық қазір сіз үшін талдап беремін. Айтпақшы, арнаға тіркеле салыңыз. Алдымен Елордадағы тендерден бастайық. 28 наурызда Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы 178 миллион теңгеге қаңғыбас жануарларды аулау және жою қызметін сатып алуға келісімшарт жасасқан. Қызығы, жеткізуші Астана қаласы әкімдігіне қарасты Астана ветсервис коммуналдық кәсіпорын таңдалған. Яғни 300-інде бұл бір мемлекеттік мекеменің екінші мемлекеттік мекемені қаржыландыруы. Қызметтерді орындау үшін әрқайсысы 2000 адамнан тұратын 8 аулау бригадасы құрылады екен. Сондай-ақ өлекселерді тасымалдауға арналған жеке бригада жұмыс істейді. Техникалық сипаттамада нақты қанша жануар ауланатыны және эвтаназия жасалатыны көрсетілмеген. Ал енді Алматыдағы жағдайға келсек, биыл өңірдегі қаңғыған жануарлардың санын реттеу бойынша ауқымды жұмыс жоспарланған. Осы мақсатта қаладағы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы 11 наурызда Алматы ветеринарлық қызметі мекемесімен 580 миллион теңгеге қаңғыған иттер мен мысықтарды аулау және жоюды ұйымдастыру жөніндегі келісімшарт жасасты. Жеңімпаз тағы да әкімдікке қарасты мекеме екенін айта кетейік. Жасалған шартқа сәйкес, мердігер 9 түрлі қызмет атқаруға тиіс: жануарларды аулау мен тасымалдау, уақытша ұстау, вакцина салу және стерилизация жасау, иесіне немесе бұрынғы мекеніне қайтару, эвтаназия, сондай-ақ өлекселерді жинау және жою. Бір жыл ішінде 8000 ит ауланады деп жоспарланған. Мысықтарға қатысты ауқымы аздау, барлығы 108 мысық ауланады екен. Шымкент қаласының әкімдігі ұйымдастырған тендерде де әкімдікке қарасты мекеме жеңімпаз атанды. Ауыл шаруашылық және ветеринария басқармасы 98 миллион теңгеге ветеринарлық қызмет коммуналдық кәсіпорнымен келісімшартқа қол қойған. Биыл мердігерге 40 мыңға дейін қаңғыбас жануарды, яғни ит пен мысықты аулау міндеттелген. Зоо қорғаушылардың пікірінше, эвтаназия қаңғыбас жануарлардың мәселесін шешпейді, керісінше олардың жағдайын қиындатады. Олар ең тиімді әдіс жануарларды аулап, стерилизация жасап, вакцина салып, қайта босату бағдарламасы деп санайды. Материалмен толық танысу үшін төменге сілтеме қалдырамын. Оқып шығыңыз.